Қайырлы күн, сіздермен капуста қосылған үлпілдек пирожки жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа жылы сүт құямыз. Жылы су құямыз. Қант саламыз. Дрожжи саламыз. Араластырамыз. Тұз саламыз. Ерітілген май құямыз. Жұмыртқа саламыз. Араластырамыз. Енді аз-аздан ұн салып, қамыр елейміз. Мынадай жұмсақ қамыр елейміз. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенге 40 минутқа қойып қоямыз. Капустаның сыртқы қабығын аршып, жуып, жіңішкелеп турап аламыз. Пияздың сыртын аршып, жуып, жіңішкелеп тураймыз. Пешке табаны қойып, қыздырамыз. Енді оған май құямыз. Енді пиязды салып қуырамыз. Екі 3 минут қуырғаннан кейін капустаны саламыз. Араластырамыз.
Енді үстіне томат пастасын саламыз. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Араластырамыз. Су құямыз. Енді бетін жауып, су тартылғанша бұқтырамыз. Мен су тартылды. Енді мұны суытамыз. Қамыр мынадай болып көтерілді. Енді бұны бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Осылай бірдей бөліктерге бөліп, былай жеке-жеке домалатып қоямыз. Менде 18 бөлік шығады. Енді жеке-жеке алып, дөңгелетіп жаямыз. Ортасына енді капустаны салып, жабамыз. Осылай жауып қоямыз. Енді пирожкилердің бетін май қызғанша орамалмен жауып қоямыз. Табаға көбірек май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға пирожкиді жапқан жағымен салып, екі жағын сарғайтып қуырамыз. Не екінші жағына ауыстырамыз. Пирожки дайын болды. Ортасы мынадай болады. Дәмі де, иісі де керемет. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.